Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұстаздары, халық музыкасы факультетінің ұстаздары үйлерінде отырып, тікелей эфир арқылы өздерінің онлайн лекция концерттерін үздіксіз жүргізіп келеді. Бүгінгі кезек менде менің әңгімем Махамбет күйлері жайында болмақ. Махамбеттің қолбасшы батыр ғана емес, ақын ғана емес, сонымен қатар күйші композитор болғандығы жөнінде ең алғашқы дерек Ахмет Жұбановтың ғасырлар бейнесі кітабында кездеседі. Және осы Махамбеттің күйлерін Ахмет Қуанұлы Құрманғазының кішкентай күйінің ата күйлері деп жоғары баға береді. 1979 жылы тарихшы, өнер зерттеушілері Мұстафа Смағұлов, Наумет Көшекбаев Махамбеттің магнитофон лентасына жазып алған 7 күйін Қаршыға Ахмедияров ағамызға келіп табыстайды. Ендігі Қаршыға ағамыздың міндеті осы күйлерді орындап, жетілдіріп, жөндеп, өңдеп, концерттік деңгейге дейін жеткізіп, халықтың арасында насихаттап, нотаға түсіріп еді. Әрине бұл жеңіл жұмыс болмайды. Жалпы күй түсіргенде күйдің характерін, мінезін ашатын ол ең алдымен ең басты құрал ол қағыс болатын болса, Қаршыға ағамызда Махамбет күйлерін орындап жүріп, осы Махамбеттің күйлерін жай қағыспен орындаудың мүмкін болмағандығы. Сондықтан Махамбеттің күйлерін жеткізушілердің ішінде Оразғали Сүйінбековке сүйенгендігін айтады. Қаршыға ағамыздың айтуы бойынша Оразғали Сүйінбеков Дина Қарайлас күйші болған, Динаның шебер орындаушылығында кездесетін мәнер тәсілдерді осы кісіден де кездестірген. Жалпы осы мәнер тәсілдерді меңгермейінше ұлы күйшілердің күйін қайтарып ойнау ол мүмкін емес деген тұжырым жасайды. Шынымен де Махамбетті Махамбет қылған, Махамбетті күйші ретінде қайта тірілткен, оның күйлерін формасы жағынан жетілдіріп, концерттік деңгейге дейін жеткізіп бізге әкелген әрине Қаршыға ағамыздың асқан таланты, асқан шеберлігі. 1979 жылы ең алғаш осы Махамбеттің күйлері жайында мақала Қазақ әдебиеті газетінде жарық көреді. Ол жерде жаңағы жеткізілген 7 күйден басқа Тарланның Ақжелең атты күйлерді табылғаны жөнінде деректерді келтіре отырып, Махамбетте жалпы 17 күй болғандығы жөнінде әңгіме айтады. 1981 жылы мен Алматы музыка училищесінің 4-ші курсында оқып жүрген кезім. Кеш Бәділов ағамызда оқимын. Сол кезде бір жалғыз ғана конкурс бар, республикалық жас орындаушылар конкурсы деген. Сол конкурсқа мен училищенің атынан қатысатын болдым. Ол кезде Айтқали Жайымов ағамыз бен Қаршыға ағаларымыз сол училищеде сабақ береді. Сонда намыс ортақ деп Раушан апамыздан бастап менің дайындығымды күнделікті тексеретін. Айтқали ағай мені пьеса жағынан дайындаса, Қаршыға ағам мені күйден дайындады. Сол кезде әлі көпшілікке танылмаған, Махамбеттің күйшілігі жөнінде мүлдем беймәлім. Біздер музыка училищесінде оқып жүрсек те хабарымыз жоқ. Сондай кезде осы Махамбеттің қайран нарын Қаршыға ағамыз қолынан үйретіп, мен осы конкурста орындап, ол бір үлкен жаңалық оқиға болып еді. 1982 жылы Шашақты найза шалқар күй деген атпен Махамбеттің мынау шілтерлі терезе, жайғасу, Исатайдың ақтабаны, қиыл қырғыны, өкініш, қайран нарын, жұмыр қылыш күйлері, осы күйлер кірген кітабы жарық көрді. Енді мен сіздерге осы қайран нарын күйін орындап бергім келеді. Өзегім өз елім деп артында қалған ел жұртына, туған жерім деген батырдың сағыныш сезімін баяндайды. Бұл күйді жеткізген 58 жылы Оразғали Сүйінбеков екен.
белгілі ақын Қойшығұл Жылқышиев ағамыз телевидение жасап жүрген кезінде осы Махамбетке арналған хабар дайындайды. Сол хабарға Қанаш Иманбаев, Нәумет Көшетбаев, Қаламқас Орашева, Қалампыр Рахимова апаларымыз қатысады. Қойшығұл ағамыздың айтуы бойынша алғаш рет осы Махамбеттің күйлерін алып келіп телевидение жазған, пластинкаға шығарған ол Қанаш Иманбаев дейді. Енді сол Қанаш Иманбаевтан жазып алынған Жайық асу күйі, бұл күйдің тарихы да ерекше. Исатай жайықтың арғы бетіндегі аталарының ескі жұртына ауыспақ болған ойын ханның әскерлері біліп қалып, жайықтың бойына күтіп жатады. Осыны сезген батыр жайықтың ең бір қиын тұсы Қаражар деген жерге барып, түнделетіп, сол жерден қыстың күні жер деген мұз өте тайғақ, өзінің 40 шақты жасағы, 30-ға артқан, жаңа 30 түйеге артқан жүгі бар, бала-шаға, ат көліктері бар жетектерінде. Солардың бәрін таңға жуық осы мұздың үстіне киіз төсеп, бәрін аман-есен алып шығып жатқан кезінде, таң атқан кезде жаңағы патшаның әскерлері бұларды байқап қалып, арттарына қуғынға түсіп, сонда Тайсойған құмына жетер жерде бұларды қуып жетіп, соққыға жығып, дүние мүліктерін талан-таражға салады ғой. Сол жерде Жақия деген Исатайдың баласының әйелі осы зорлықтан зар еңіреп жылап отқан жерінде Жақияның досы келіп сұраған екен дейді. Сенің анау дүние мүліктің арасында қимас нәрсен қалып бет деп. Сол кезде несіпқан анау түйенің қомындағы кебеженің ішінде қалған ұлым бар, соны құтқарып әкел деген екен. Сол Шахмет деген Жақияның баласынан тараған 4 бала, одан тараған Үрімбұтақ, қазіргі Атырау облысында осы Махамбеттің өлеңдерін, жырға қосып әңгімелерін жеткізген. Және де осы оқиғаны олар Жайық асу күйімен байланыстырады. Ендеше Жайық асу тыңдаңыздар.
қиыл қырғыны күйі. Бұл күйді жеткізген Оразғали Сүйінбеков, Баймағамбет Сұлтан өзінің нөкерлерімен Қиыл өзенінің бойында орналасқан ауылдарға зекет салып, елді тонап жүрген естіген Исатай өш алмақшы болып, кек алмақшы болып, қол жинап шабуылға шығады. Махамбеттің кезеңген жауға кез келдік, жалаң найза бір атпен деген өлеңінде осы қару-жарақ жаңағы қару-жарақтарының аз болған тапшылығынан осы жолы шегініске ұшырап, Исатайдың Оспан деген баласы қамауға түскен. Сол Оспанды құтқарам деп қайта барған Исатай өзі ұсталып, мерт болғандығы жөнінде арғымаққа оқ тиді, қылмықының түбінен, ержүрекке оқ тиді, аузы ұмытқа түбінен деп өлеңде суреттейді. Ендеше қиыл қырғынын тыңдаңыздар.
1982 жылы Қойшығыл Жылқышиев ағамыздың өтінішімен Горьковский училищесінде көп жылдар жұмыс жасаған белгілі ұстаз, күйші Боздақ Ырсаханов осы Махамбеттің күйлерін ансамбльге түсіреді. Бірақ белгілі бір себептермен ол күйлер сақталмаған. Менің есімде 1984 жылдар болу керек. Қарша ағамыз Москвадан дирижерлік курсты бітіріп келгеннен кейін біз Құрманғазы оркестрінде жұмыс жасап жүрген кезімізде осы Қайран Нарын күйін ең алғашқы болып Махамбеттің оркестрға түсіріп, өзі соны дирижерлік еткені. 2000 жылы тағы да осы Қойшығыл Жылқышиев ағамыздың тапсырмасымен Махамбеттің 5 күйін сол кезде Құрманғазы оркестрінде бас дирижер болып жүрген Айтқали Жайымов ағамыз кері өңдеп, жөндеп қайталап оркестрға түсіреді. Сол кезде өкінішпен Жұмыр Қылыш күйлері жеке домбырада оркестрдің сүйемелеуімен түседі. 2002 жылы ЮНЕСКО деңгейінде Махамбеттің 2 жылдығы тойланғанда мен осы Республика сарайында өткізген үлкен концертімде Жұмыр Қылышты осы Құрманғазы оркестрімен орындаған едім. Енді сол күйді тыңдаңыздар. Махамбеттің тағы бір шоқтығы биік күйі бұл өкініш күйі. Бұл күйді бізге жеткізген
Өтеген Жұмашев ағамыз. Кезінде Биболат Аюпов деген кісі осы Өтеген ағадан үйренген екен. Махамбеттің күйлерін жинады тағы бір көп еңбек сіңірген адам. Ол біздің консерваторияның профессоры ғалым Тұмат Мерғалиев ағамыз еді. Енді мен Өтеген ағамен бір кездескенім жайлы айта кетсем, 2018 жылы Оралда республикалық Құрманғазы атында конкурс өтті. Сол конкурсқа қазылар алқасы ретінде барған сапарымда Орал музыка колледжінің директоры Нұржан Севсеков бауырым мені осы ағамыздың үйіне ертіп барды. Өтеген ағамыз сондай әлі де тың сондай домбырасын шертеді екен. Мен осы өкініш кейін орындап беруін сұрадым. Ол кісі менен күй сұрады. Сонымен сондай бір әсерлі есте қалатындай кездесу болды бізде. Сол кезде Өтеген ағамыздың айтқаны, менің әкелген нұсқамды дәл сол қалпында орындап жүрген осы Айгүл қызым деп. Енді өкініш кейін тыңдап отырсаңыз, өзіңіз сондай жігерлі, өр мінезді, қайсар мінезді, сондай рухты күй екенін сезесіз. Сіздерге де рухтарыңыз әрқашан осындай биік болсын деп, осы тікелей эфирдің соңын осы Махамбеттің өкініш күйінен жақтым келеді. Құрманғазы консерваториясының ұстазы, талантты баянист, халықаралық конкурстардың лауреаты Ғалымжан Нарымбетов ініме жолдаймын. Адам өмір үшін, үміт үшін жаралады. Үмітімізді үзбесек, біз бұл қиындықта да жеңіп шығамыз. Ең бастысы тазалық сақтайық, тәртіпке бағынайық. Сіздермен болған Айгүл Үлкенбаева,
Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болайық.